жезделеріміз болмаса ағайыны ағасы емес. Бірақ бізді біріктіретін бір нәрсе бар. Ол адамдық, ол адалдық, ол адамзатқа деген сүйіспеншілік, ол іштегі бауырлық. Біз сіздерді қамықтырып алмайық деп әнде жібердік, биде билеттік, сиқырда көрсеттік. Өнерпаздардың баршасы да өнерде жүрсе де өресі биік екенін көрсеткіміз келді ағайын. Сондықтан дәл осындай кешке, дәл осындай қайырлы кешіне келіп, сілтідей тылып тыңдап, керемет қошеметпен өнерпаздарды қошеметтеп, ағамызды құрметтеп, Айдана қарындасымызға амандық тілегендерім үшін тағы бір мәрте сіздерге үлкен алғыс айтамын. Бұлай болса, тағдыр дейтұғын сабағына тым қымбат бағалатын ұстаздың дәл қазір тауқыметін тартып жатқан Айгерім қарындасымыздың әкесі Сайфолла ағасыны ортаға шақырып келеді, келе қойыңыз. Құрметпен ағайын, Сайфолла ағамызға шапқылап жүріп, жүгіріп жүріп, біреуден сөз естіп, біреудің көзіне ілігіп, барынша жүріп дайындаған концертінің межесі осындай болды. Дегенмен барша отырған қауым, баршасы риза шығар деп ойлаймын. Өткен аздай батырдан бір аларымызда өнерімізді өтіп жатқан бірде-бір өнерпаз, бір тиын, бір теңге талап еткен жоқ. Қаншасына жерге келдік, еңбек ақысы қанша болады, қанша уақытта шығып кетем, қанша уақытта үлгеріп кетем деп бір ауыз сұрақ қойылған жоқ ағайын. Өйткені біздің де жүрек бар, бізде де Сайфолла ағамыздай әке бар, бізде де ондай ана бар, бізде де қарындас бар, сізде де қарындас бар, сізде де сүйікті туысқан бар. Сіздердің осындай парасатты қайырмелей алтын бастарыңыз үшін алғыс ағайын. Олай болса, мінекей Айдана қарындасымызға баршамыз амандық тілейміз. Сәждеге маңдайымызды енді құлшылық қыламыз. Аллаға шүкір иншалла емделіп кетсін дейміз. Дегенмен бүгінгі кешті өткізген ең үлкен қайраткерлер бар ағайын. Олар шынашақтай болса да жүгіріп жүріп, бүгінгідей кеш өткізген. Айдананың тағдырына бейжай қарамаған, жүрегі кең, пейілі зор, үлкен, алатаудай алып әріптермен айтылатын ұйымдастырушылар алқасы ағайын. Сондықтан сол ұл қыздарыңызды тым қошеметпен ортаға қойыңыздар. Жұмылса, жұрт жұдырық болады екен ағайын. Жұмылған елге қарсы тұрар еш нәрсе жоқ. Сондықтан дәл осындай азаматтар, дәл осындай азаматшалар бүгінгідей керемет кешті ұйымдастырды. Ендеше үлкен зор құрметпен жігіттерімізді. Үлкен сіздерге деген құрметпен азамат қалсын деймін. Ассалаумағалейкум, құрметті азаматтар, кешірсеңіз шамал. Просто ең алдымен біз ең алғысымды білдіргім келген нәрсесі бірінші ұйымдастырушы деген атымыз болмаса, бүкіл халық болып бірге осы Айдананың денсаулығына деген вообще ауырып қалған бірге көтергенімізге мен шын жүректен осы халыққа, менің 10 азаматқа татитын жұмыс істейтіндей менің осы қарындастарыма, менің әріптестеріме, Әлбек бауырыма өте шын рахмет бердім. Осы бауырым Әлбек Шымкент өзінің бір ерекшелік негізі бар, бір өнер жағынан келген, біз бәріміз шетте жалағандымыз, қазақтармыз деген бе? Орта жүрген университетінен Ғалия ханым. Соңында Қыздар университетінен менің қарындасым деп айтсам да болады, Зүбайра ханым. Ең соңында Медицина Жанқазын Сапарғали, Алматы технологиялық университетінен болған. Сөздің соңын бір сөзін айтам келеді, бірақ ағамыз айтады, бұл өмір кездесумен қоштасудан тұрады. Бүгін кездестік, мінекей бәріміз тілегімізді, ниетімізді Алланың алдына жайып салып ниет еттік. Әмин, баршаңызға Алла разы болсын. Енді ол сөз кезегін өзім бауырыма, Әлбек мырза бауырыма тапсырсам. Ассалаумағалейкум, қымбатты қазақ жұрты, ардақты қазақ елі, барша қайырлы жандар.
Біріншіден сіздерді осындай қайырымдылық кеште көргенде өте қуаныштымын. Сондықтан бірінші осындай қайырымдылық кеште себеп болып отқан, ұйытқы болып отқан өздеріңіздің құрметтеріңізге бір қаттырақ шабағын қосаңыздар. Көп рахмет. Ел бар, жұрт бар, қазақ елі бар, баршамыз жалып жатыр. Сіз бар, біз бар, жалпы айтады ғой, бірлік бар, тірлік бар деп. Сондықтан сіздердің арқаларыңызда барша ұйымдастырушылардың арқасында бас игім келеді. Сіздерге көп рахмет, алғыс білдіргім келеді. Осы уақытқа дейін үнемі қоңыраулар түсіп жатты. Қай жақта жұмыс жасайсыз немесе беделді орындарда бізде қосылсақ бола ма деп. Айтқым келгені, ой түйетіміз қайырымдылық жасау үшін белгілі бір қымбат орындарда немесе бай болу, немесе кедей болу міндетті емес. Әрқайсымыз өзіміздің үлесімізді қоссақ, содан түскен барлық қайырымдылық үлкен бір қайырымдылыққа ұласады дегім келеді. Сіздерге рахмет. Ел болып, жұрт болып, достар барлығымыз бірігіп, Нартайға сізге өте көп рахмет. Барша өнерпаздарға Асқар бауыр көп рахмет. Сіздердің балаларыңыздың бүкіл ел көрсеткен жас жұлдыздар, қазақ эстрадасының жарық жұлдыздар, баршасына алғыс білдіргім келеді. Сіздердің алдарыңызда баршамыз жабылып, көмектесіп жатқан қайырымдылықтың титтей бір шығын болса да Сайфолла ағама табыстағым келіп отыр. Аз да болса көптеп қойыңыз. Алла разы болсын баршаңызға. Дорогие, сізге айтқан білмастар атайын азғантай сөз айтқым келеді. Рас, жаңа жігіттер рахмет айтып отырады. Әкемізге қазір сізге қорытынды сөзін кезегін беремін. 1 минута. Жаңа бауырым маған алғыс айтып жатыр. Маған емес жігіттер, мен сендерге алғыс айтамын. Өйткені талай үлкен сахналарда жүрген, талай үлкен сахналарда концерт басқарып жүрсек те, талай үлкен кештер өткізіп жүрсек те, мен мынандай қобал жолда, мен мынандай жүрек тербелісінде болып көрген емеспін ағайын. Бұл шынайы, бұл жалған емес, бұл өтірік саған. Маған алғыс айтамын аға. Мынау баршамызға белгілі аға бір өлең бар ғой. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да дейді. Мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар таңдап сол бір бақытты, оны алыстан іздемел, жүректен тап бақытты дейді ағайын. Мінекей мына жерде отырған барша қауым, барша көрермен сол бақытты жүректерінен тауып келді. Мына жігіттер мен қыздар сол бақытты жүректен тапты. Бұлар бізге себепші болды. Ол бақыт не деген сұрақты болады ағайын? Ол бақыт осы жігіттер мен қыздар сияқты біреудің тағдырына атүсті қарамау деген сөз. Дәл осы жігіттер сияқты біреудің қуанышына қуану, біреудің қайғысымен бірге қайғыру, соны жеңілдету үшін әрекет жасау дегенді білдіреді ағайын. Ол бақыт сіздердей қауымның шынайы лебізін, шынайы көңілін білдіреді. Өйткені сіздер шын жүрекпен келдіңіздер, шын пейілмен келдіңіздер ағайын. Мен бірақ нәрсе айтқым келеді. Біз бүгін сахнада тұрмыз айдан ашын. Сіздер көрермен болып отырсыздар. Келесі бір кеш болады ағайын, Алла қаласа. Сіздер көрермен болып отырасыздар. Ана осы орындықтарға біздер жайғасатын боламыз. Алдыңғы сахнаның төрінде Айдана Сайфолла тұратын болады. Қауым, мына бүгін міне өнер көрсетіп жатқан Айдана үшін мен қызым үшін өнер көрсетіп жатқан жаңағы әнші бишілерге мына жігіттер бағана айтып кетті міне осы жігіттер келіп, қыздар келіп, біздің үйге келіп интервью алып, міне осындай жағдайға жетіп жатырмыз. Жаңа бұл енді Айдана үшін, біз үшін өте жақсы жетістік. Жаңа Айдананың жазылып кетуіне мүмкіншілік бар. Мен өзі жатсам да тұрсам да Алла Тағаладан тілейтінім Айданам аман-есен жазылып қатарына қосылса екен деп тілеймін. Бәрілеріңіздің тілеулеріңіз де сол. Қабыл болсын сол тілеулеріңіз. Бүгінгі кешке рахмет. Артай өнерің үстем болсын. Артайды ылғи телевизордан көріп, жаңағы құрметті отыратынбыз. Бүгін өзі көзімен көріп, өзі не қылдым, жаңағы сізде ойламаңыздар. Жаңағы ақшаны беріп жатқасын Артайды рақтап жатыр деп. Олай емес. Мен мұнда жаңағы өзі кейбірде білмеген, ұялып өзі жаңағы мұндай жағдайды бірінші рет көріп тұрмыз ғой. Сондықтан жаңағы бәрілеріңізге, отбасыларыңызға аманшылық тілеймін, рахмет. Мына қадамдарыңыз құтты болсын, Айданамыз жазылып кетсін, ортамызға қосылсын. Бәрілеріңізге аманшылық тілеймін, рахмет.
негізі мынау өнер ағаларымыз жаңа көбісі тығыз шаруалармен бәрі шығып кетіп қалды. Негізі концерт біткенде бәрі шығу керек ғой енді. Рахметін айтып, олардың да меңгердім. Енді мынау сіздерге Алла разы болсын, арнайы келгендеріңізге, алтын уақыттарыңызды бөліп, сіздерге Алланың нұры жаусын. Сіздердің шаңырақтарыңызға Алла Тағала тек қана шаттық, тек қана қуаныш, береке берсін. Әрқашанда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі концертте тағы кездескенше жолығыңыз. Бәрекелді неге ағайын бүгінгі қайырлы кешіміз, қайырлы концертімізбен тамам. Дәл осы жігіттер, дәл осы қаршалай қыздардың еңбегі ағайын тағы бір мәрте сіздерге алғыс айтамын. Дәл бүгінгі кеште, дәл бүгінгі концертте аты қалған бір қаһарман бар. Ол Айдана Сайфолла қалсын. Біз сізден сол біз үшін барымыз саламыз. Бүгінгі кеште бұл құрметті бұл қайырлы білдірмейміз. Жалпы осы жігіттермен бірге, өз басында бірге, дәл осындай адамның басына түскен қиыншылықтар аша түскендеріңіз үшін бас иіп алғыс айтамыз. Thank you.